Сәлеметсіздер бе? Менің атым Аманшин Әділет, Қобда Қазақ орта мектебінің 8-ші А сынып оқушысымын. Бүгінгі менің жобам құрылыс саласындағы модельдер тұрғын үй макеті. Бұл макетті жасаған себебім халықтың жағдайын жақсарту мақсатында жасадым. Себебі қазіргі таңда ауа райының күрт өзгеруіне байланысты киімдердің барлығы далада тұрса, су болып қалып жатады. Сол себепті мен өзімнің туындымды осыған арнап жасадым. Бұл үйді мен ПВХ материалынан жасадым және оның сыртын бояумен бояп, ағаш таяқшалармен безендірдім. Бізге керекті құралдар микробит датчигі және сервопривод және сенсор немесе жаңбыр датчигі. Бұлардың барлығын жалғау үшін бізге сымдар қажет болды және программа. Осы программа арқылы датчиктерді қозғалта аламыз. Осы үйдің қалай жұмыс жасайтынын көрсететін боламын. Бізге алдымен су және мақта қажет болады. Сенсорға жаңбырдың суы тиген кезде осылай киімдерді ыққа қарай итереді. Содан кейін күн сәулесі шыққаннан кейін киімдер қайтадан күнге шығады. Менің ойымша бұл жобам адамдарға пайдалы болады. Өйткені үйде киім жаю кезінде жаңбыр жауса, киім су болмайды.